Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз Python үйренуді 3-4 айдан кейін жалғастырамыз. Мен Python үйреткен кезімде мен сіздерменен есіңізде болса Visual Studio қолданған едім. Бірақ деген бұл Visual Studio қолданған кезімде кейбір көрермендер, кейбір оқушылар маған сұрайды, оны қалай қолданамыз, қалай мысалы оған станок етеміз дегенде. Сол үшін мен бүгін қарапайым Python'ды жүктеген кезіңізде сізге idle'дың idle'да бірге жүктеліп келеді. Мысалы Python'да безетсеңіз, бұның ішінде idle'да болады. Яғни idle'ды қолданып мен сіздерге қалай деген код жазатынымызды көрсетіп кетемін. Яғни бұнан кейін де көбінесе idle қолданатын шығармын. Visual Studio'да әрине деген қолдану онда қиын емес, бірақ бұның деген кейбір оқушылар extension мысалы жүктей алмаған немесе жұмыс жасата алмаған кішкене қиыншылық шеккен. Негізінде Visual Studio'да ондай қиын емес. Мен екеуін де қолданып кетемін. Кейбір видеоларда idle, кейбір видеоларда болса Visual Studio қолданамын. Енді idle'ды қолдануға бастамастан әлді бұның білесіздер, сіз кірген кезіңізде өте кішкентай болады бұл жері. Соның үшін сізге деген менің ұсынысым бұл жерде optionsға келіп, онан кейін configure idle, яғни idle'ды кішкене деген әдемілестіру үшін қолдансаңыз болады. Бұның үшін сіздер келіп өзіңіздің фонтыңызды таңдай аласыз. Мен бұл жерде стандарттық түрде болған Courier New'ді қоямын. Сіз өзіңіз Console немесе басқа бір нәрсе Times New Roman қойсаңыз болады. Менің сізге ұсынысым кішкене бұл жерде де жазуды үлкейту болып кетеді. Жазуды үлкейсеңіз көп нәрсе сізге рахат үлкен түрде көрінеді. Bold десеңіз болса, бұл қалың түрде көрінеді. Мен қазір деген bold түрінде қоймаймын. Ondan кейін болса, бұл жерге highlightsқа келген кезімізде сіз өзіңіздің мысалы foregroundыңызды, backgroundыңызды, яғни бет қалай көрінеді, соны аз ғана деген өзгерте аласыңыз. Мен бұл жерде деген өзгертетін бір нәрсе idle классик емес, мен idle dark қолданып кетемін. Немесе сізде деген классик қолданып кетсеңіздер болады. Visual Studio'дағы сияқты мына жерде деген dark қолданып кетсеңіздер де менің деген мына жердегі темама аз ғана ұқсағанына көресіздер. Мен қазірше деген классикті тұрсын. Ондан кейін мен қазір бір деген файл ашамын. Сол файлдан бізге бүгінгі тақырыбымызды үйретуге бастаймын. Бүгінгі тақырыбымыз біздің кішкене принтке байланысты. Әрине біз принт үйрендік, бірақ принттің ішінде үйренбеген бір-екі жеріміз бар еді. Соларды үйреніп кететін боламыз. Бұны үйрету себебім біз деген бір-екі сабақтан кейін өте маңызды болған нені үйреніп кетеміз. Object Oriented дегенімізді үйреніп кетеміз. Сол Object Oriented үйренген кезімізде бізде деген бір объектті қалай қолданамыз, нүктемен қолдануымыз керек. Сондай нәрселер кішкене шығуға бастайды. Соның үшін мен сізге аз ғана бүгін бұл escape sequence, яғни қашу тізбектерін көрсетемін. Бұл жерде ең көп қолданатын /n. Екіншісі болса қалай бір айнымалыны біз деген оңай түрде деген print ете аламыз, яғни экранға жаздыра аламыз, соны көрсетіп кетемін. Ең біріншісі біз деген мысалы print мысалы сәлем, кешіресіз, сәлем деп жазайық. Онан кейін біздің екінші сөйлеміміз мысалы төменнен жазу үшін не істеу керек еді? Не дейміз? Print мысалы қайрат дейтін едік. Есіңізде болса print қайрат дегенде. Енді деген бұл бірінші қатарда, екіншісі болса екінші қатарда шығады. Бұны сақтап, сіз деген сақтау үшін Ctrl+S немесе мына жерден сақта кнопкасына бассаңыздар болады. Жүргізу үшін болса run мына жерден run module десеңіздер де болады. Енді F5-ке басқан кезімізде де көргеніңіздей сәлем қайрат деді. Ал біз кейбір кездерде сәлемнің артына мысалы қайрат, бірақ екеуі төмен жазылу керек. Yani екі рет print емес, бұны бір линияда жазуымыз мүмкін бе деген сұрақтар келді. Иә, бұл мүмкін. Бұны қалай жазамыз? Бұны жазу үшін біз деген мына жердегі бос орынға, қазір мен бұны жасатқан кезімде көргеніңіздей бір жолда шықты. Бұны екі жолда шығару үшін бұл жерге біз деген бөлудің терісі
belgi bolup ketken. Mine bunu bölü belgisi, bırak bölüdün tersi belgisi bolup ketken. Shift'in jogarsında, enter'den kasında mana belgi var. So belgini koyup endiğin kezimizde endi biz saktap жүрgüsek көргеніңізде ne Selim bundan keyin bizge kayrat dep ketdi. Yani mana jerdegi enimiz bizden bu iki belgini koldanan kezimizde ne boladi ekan? İki sözdün arasında degen bir enter basılan siyaqtı. Word'de yazıp oturan kezingizde Selim enter kayrat deseniz däl osonday çıgady go. Sol siyaqtı жаңа bir jol çıgarady. Yani new line çıgarady. Bundan keyin kayrat, ondan keyin ne desek? Mesela alpamız dep keteyik. Alpamız. Endi saklap жүрgüzген kezimizde Selim kayrat alpamız dep bizge üç yönde çıkarıp beredi. Bundan başka degen misal biz Selim'den aldına nemese Selim'den artına bir degen tırnakça koyğumuz kelse ol üçünde biz degen bölü belgisinin artından ne isteyimiz? Bir tırnakça koyup ketemiz. Alpamızdan ardından misal bir tırnakça koyunatın bolsak, endi bizge degen bol belginin özü çıkpaydı ne tırnakça çıgadı. Көргеніңізде Selim misal tırnakça bilen başladı, tırnakça bilen ayaktaldı. Негізінде siz degen tek qana tırnakçanın özünü koldanıp ketken kezingizde, tek qana tırnakçanın özünü koldanıp ketken kezingizde кейбір жерлерде бұл деген қателіктерге себепші болуы мүмкін. Мысалы, бұл жерде шықты, бірақ мысалы, кейбір жерлерде бұл қателіктерге себепші болып кетеді. Енді мысалы, мен FPS-ке басқан кезімде көргеніңізде бұл мен басталды, соң үшін бұл мен аяқталуы керек, бірақ sen жаңа bir деген не аштың дейді, тырнақша белгісі аштың дейді. Соң үшін біз деген бұл қашу тізбегіндегі элементтерді қолдансақ жақсы болады. Қашу тізбегіндегі элементтер тек қана n, ondan кейін bir tırnakça қос tırnakça емес. Бұл белгінің өзі кіріп кетеді. Мысалы мен мына жерде slash қасына тағы бір slash белгісі жазған кезімде көргеніңізде енді маған шыққан результат бұл жерде çıkan rezultat ne? Selim ondan keyin bir belgi, mınday bölü belgisi, ondan keyin alpamız dep çıktı. Bunu men eң көп деген endi қолданамын. Yani bir neçe tömenden жазатын кездерімде деген бәлкім алдыңғы kodlarımda da көрген шығарсыз деп ойлаймын. Бүгінгі қашу тізбегінден де өте маңызды бір нәрсеміз біздің айнымалыларды қалай біз деген оңай түрде шығарамыз. Мысалы ойлап көрің. Alma деген bir aynamalımız olsun. Elüdik, nemesi bestik, alma. Şimdi print ne deyimiz? Mende keşestir. Mende ondan keyin bunu jabamın, ondan keyin ne? Almanı koyamın. Alma daha aşamın kilogram alma bar. Alma bar dep жазамын. Көргеніңізде бұны жазу үшін екі рет мен жол ашуым керек болды. Бұны екі рет менің кодым үлкейіп кетті. Ondan кейін сақтап жүргізген кезімде не? Менде 5 килограмм алма бар дейді. Бірақ біз әр ретінде бұны қолдануымыз шарт емес. Бізде кейде деген 2 немесе 3 рет деген бір айнымал қолдануымыз керек болады шығару үшін. Ол үшін не істей аламыз? Ол үшін бізде деген F деген бір әріп қоямыз. F деген bir әріпті қойғаннан кейін біз артына деген жазып кетсек болады. Мысалы, менде дейміз, ondan кейін болса, мынандай деген күрделі жақша алма, және күрделі жақшаны жабамыз. Бұл неге алма деп қойдық? Себебі бұл мына жердегі айнымалының аты болып кетеді. Алма, килограмм артынан алма бар. Alma бар дейік. Endi бұл жердегі F belgisi себепті бұл жердегі almanın орнына маған деген 5 деп жазылады. Неге? Себебі alma деген айнымалымыз біздің 5-ке тең болып кетеді. Енді мен сақтап жүргізген кезімде көргеніңізде менде 5 килограмм alma бар деп кетеді. Бұндай нәрселерді біз негізінде көп қолданамыз. Бірақ деген қосу белгісімен бірге жазған кезімізде көргеніңізде енді болса 10 килограмм alma бар дейді. Yani bunun деген қолданылуы өте бізге пайдалы болып кетеді. Мысалы енді болса қосу емес көбейту 2 немесе 3 деп көрейік. Енді сақтап жүргізген кезімде болса менде 15 килограмм alma бар.
Yani bir nerseni ekranga çıkarı üçün bu F'ti yani aynimalını çıkarı üçün negizinde F'ti koldanı bizge öte tiyimli bolup ketedi. Bunun degen agışın tilinde ulken bir atı var edi, birak käzir degen olaktan unutup kettim. Keyber jerlerde sizge aynimalını жаздырган кезиңизде mına jerge degen kos nöktemen jabap, ondan keyin ütür koyup men siyahta men aldın süytetmedim. Ondan keyin mına jerden aynimalını жаздырып ta degen жаңа bir degen jol aşuu emes de bu yani mening oyumça bu F'ti qoldanu mening oyumça qatты ыңгайлы түрде deb oylayman. Hani meni ko'rgan kezimde mаған ыңгайлы kelген edi. Bugan байланысты басқа да деген мысалы деген күнді, айды, мысалы сағатты жазған кезіңізде bunun жаздыру жолдары тағы F пен болады. F'nin ішінде мысалы D, B дегенде әріптерді қолданып кетеміз. Бүгінше деген біздің сабағымыз осы. Келесі сабақтарда бұйырса деген класстарға объект ориентед деген сабақтарымызға кіріспе, yani кіреміз, şeyler кіреміз. Ondan кейін болса tek қана алгоритмдерді үйренеміз. Algoritmler bilesizdir, olimpiada esitleri çıkarmak için öte mağazada bolup ketedi. Bugün işte деген sabahımız olsa, kelesi videolarda görüşkенше hoş sağ olыңыздар.